Саламатсыздар ма, құрметті білімгерлер? Мен Талдықорған қаласы Жансүгіров колледжінің дене шынықтыру пәнінің оқытушысы Алиев Мұрат Кайсарович. Пәні жеңіл атлетика және оны оқыту әдістемесі. Тақырыбы тыныс алу жүйесін бағалау. Сабақтың жоспары. Бірінші, тыныс алу жүйесін бағалау. Екінші, күш қабілетін арттыру әдістемелері. Үшінші, иілгіштік қабілетті арттыру әдістемесі. Төртінші, ептілік қабілетті арттыру әдістемесі. Бесінші, психологиялық дайындық. Тыныс алу жүйесінің негізгі қызметі адам организмінің оттегімен қамтамасыз етіп, тыныс алғаннан кейін қажетсіз көмірқышқыл газын шығару болып табылады. Өкпенің сыйымдылығы. Ол өкпенің ішке неғұрлым көп алған ауасы мен оны толық шығару арасындағы айырмашылықпен есептеледі. Өлшеуші құрал ретінде спирометр немесе спирограф қолданылады. Фактілік өкпе сыйымдылығын болуға тиісті өкпе сыйымдылығымен салыстырған жөн. Ол теориялық тұрғыда адамның жасы, жынысы, салмағы, бойы арқылы есептеледі. Розенталь сынағы. Ол 5 рет арасында 15 секунд үзіліс беру арқылы өкпе сыйымдылығын өлшеу арқылы анықталады. Жаттыққан спортшыларды ол көрсеткіш бірдей қалыпты немесе арттыруды көрсетеді. Ал өкпе сыйымдылығы көрсеткішінің төмендеуі тыныс алу жүйесіндегі ауытқуды немесе шаршау жағдайының бар екендігін көрсетеді. Штангеге сынағы. Ол ауаны ішке алғаннан кейін тоқтату арқылы анықталады. Сынақ адамның түрегеліп тұрған жағдайында ауаны ішке алып, соңынан толық шығарғаннан соң қайтадан ішке толық ауаны сорады. Осы қалыпта тыныс алуды тоқтатады. Жаттыққан спортшылар тыныс алмау жағдайында 60-120 секунд уақыт тұра алады. Гечи сынағы. Ауаны сыртқа шығарғаннан соң тыныс алуды доғарады. Тыныс алу жүйесі жақсы дамыған спортшылар осы жағдайда 60-90 секунд уақыт тұра алады. Жоғарыда көрсетілген сынақтарды жаттығу кезеңдерінде үнемі өткізіп тұру спортшының тыныс алу жүйесін үнемі қадағалап отыруға мүмкіндік береді. Екінші, күш қабілетін арттыру әдістемелері. Күш қабілеті адамның өз бұлшық еттері күші есебінен сыртқы қарсылықты жеңуін немесе оған қарсы тұра алу қабілетін айтады. Күштің мөлшері бұлшық еттердің физиологиялық кесіндісі мен оның талшықтарының ерекшеліктеріне және биохимиялық қуатына байланысты болып келеді. Күш қабілетінің жетекшісі рөліне орталық жүйке жүйесінің жұмысы ерекшелігі де әсер етеді. Күш қабілетін жалпы және арнайы деп бөлу белгілі бір спорт түріне қажетті күш түрлерінің бағытын көрсетеді. Ол жаттығу түрлерін таңдауға байланысты болып келеді. Күштің берілу түрлеріне байланысты статистикалық және динамикалық деп бөлінеді. Спорттық кейбір түрлерінде жарысшылық, қопарылыстық деп аталатын күш түрлерінің атаулары кездеседі. Динамикалық күш бұлшық еттердің кедергіні жеңу немесе шегінуі жағдайында іске асырылады. Бірінші жағдайда бұлшық ет жиырылады, екінші жағдайда созылады. Динамикалық жұмыс әртүрлі жылдамдықта, әртүрлі қарқында күшті әртүрлі жұмсау жағдайында өтуі мүмкін. Статистикалық жағдайда бұлшық еттер өздерінің ұзындығын өзгертпейтін жағдайда болады. Күшті абсолюттік және салыстырмалы деп бөледі. Абсолюттік күш динамикалық және статистикалық жағдайларда ең жоғарғы күш қабілетін көрсету болып табылады. Салыстырмалы күшке спортшының 1 кг салмағына бөлінген күш көрсеткішін алады. Оларға күш пен жылдамдықтың біріккен көрсеткіші негізі болады. Осы көрсеткіштің жоғарғы және сапалы деңгейінде болу спортшының спорттық шеберлігінің жақсы болуына ықпал етеді. Арнайы күш қабілетін арттыру
адам мен жалпы дайындық кезеңдерін өткізуден кейін іске асырылады. Арнайы күш спортшының маманданған спорт түріне қажетті жағдайда жұмыс жасауына жол ашады. Үшінші, иілгіштік қабілетті арттыру әдістемесі. Адамның иілгіштік қабілеті деп дене жаттығуларын үлкен амплитудалық жағдайда орындай білуін айтады. Иілгіштік мүмкіндігін арнайы өлшегіш гониометр құралдары арқылы анықтайды. Иілгіштік қабілет бұлшықеттер мен буын байланыстарының қозғалмалы созылмалдығына байланысты болып келеді. Иілгіштік мүмкіндік баланың 15 жасқа дейінгі уақытында өзінің табиғи қалпымен өседі. Одан кейінгі уақытта иілгіштік қабілеттік төмендей бастайды. Сондықтан иілгіштік қабілетті ерте бала жастан тәрбиелеу пайдалы болып келеді. Иілгіштік сыртқы қоршаған ортаның температурасына да байланысты өзгереді. Тамақтанғаннан кейін төмендейді. Күш пен иілгіштік бір-біріне кедергі болып жататын кездер де байқалады. Бұл жағдайда арнайы жаттығулар арқылы реттеуге болады. Төртінші, ептілік қабілеті арттыру әдістемесі. Ептілік адам дене қозғалысының үйлесімділігімен және дәлдігімен анықталады. Ептілік жаңа қозғалыстар түрлерін жылдам меңгеру кезінде және күтпеген жағдайда пайда болған жаңа қозғалысқа тез бейімделу және де дәл орындау мүмкіндігімен көрініс береді. Ептілік қабілет тепе-теңдікті сақтау, аяқ-қол, дене мүшелерінің барлық бұлшықеттерінің үйлесімді жұмыс істеуін талап етеді. Епті болу барлық спорт түрлеріне қажет, әсіресе күрделі координациялық спорт түрлерінде, мысалы кедергі арқылы жүгіру, гимнастика, акробатика. Ептіліктің өлшеу мен анықтау өте күрделі болып келеді. Оны қандай көрсеткіштермен өлшеу әлі де анықталған жоқ. Ептілікті бағалау кезеңінде орындалатын жаттығудың күрделілігі, дәлдігі, уақыты есепке алынады. Епті қозғалыс бұл қозғалыс түрлерін кеңістікте өте дәл және белгілі бір берілген уақыт аралығында дұрыс орындап шығу шеберлігімен анықталады. Сонымен қатар кеңістікте қозғалу уақыты мөлшері орындалу дәлдігі әртүрлі өзгермелі жағдайда да өтуі ықтимал. Ептілікті 3 сатыға бөледі. Бірінші, қозғалысты кеңістікте дәл және үйлесімді орындау мүмкіндігі. Екінші, қозғалысты кеңістікте дәл және үйлесімді орындау қысқа мерзімге орындай алуы. Үшінші, қозғалысты кеңістікте дәл және үйлесімді орындауды қысқа уақыт аралығында және өзгермелі жағдайда орындай алу болып табылады. Үшінші жағдай ең күрделісі болып табылады. Бірінші сатыда дәлдік, екіншісінде дәлдік пен жылдамдық, үшіншісінде дәлдік және жылдамдық өзгермелі жағдайда орындалады. Бесінші, психологиялық дайындық. Спортшының психологиялық дайындығына спортшының жеке басының ерекшелігін ескере отырып арнайы ұйымдастырылған педагогикалық және психологиялық жұмыстар түрлерін айтады. Бұл жұмыстар мақсаты спорттық жаттығу жарыстарға қатысу кезінде спортшыларға психологиялық тұрақтылықты қалыптастыру арқылы күш-жігерін толық пайдалануға мүмкіндік ашу болып табылады. Психологиялық дайындық түрлерін екіге жалпы және арнайы деп бөледі. Жалпы психологиялық дайындық спортшының таңдаған спортының ерекшелігін ескеру арқылы іске асырылады. Жеңіл атлетикада спортшыға маманданған спорты ерекшелігінде кездесетін психологиялық кедергілерді жеңу арқылы жетістіктерге жету көзделеді. Спортшыға өзін-өзі эмоциялық және психологиялық тұрғыдан қолына ала білу, спорттық жаттығулар мен спорттық жаттығулар кезінде стресстік жағдайларды жеңе білу, жүйкенің және дененің шаршауын тез қалпына келтіре білуге бағытталады. Жалпы психологиялық дайындық жаттығу кезеңдерінде іске асырылады.
Бұл жұмыстар техникалық тәсілдік дене қабілеттерін арттыру жұмыстарымен қатар жүргізіледі. Сонымен қатар психологиялық дайындық жаттығу сабақтарынан тыс уақытта арнайы адамдардың көмегімен немесе өзінің ынтасымен орындалуы ықтимал. Арнайы психологиялық дайындық. Арнайы психологиялық дайындық көп жағдайда спортшыны арнайы бір жарыс түрінде дайындау кезінде өткізеді. Психологиялық жағынан дайындығы жақсы спортшы жарыс кезінде өзінің барлық күш-жігерін дұрыс пайдалана біледі. Жеңіске жету жолында қарсыластарын жеңуге барлық мүмкіндікті толық пайдалана біледі. Спортшы жігерін тәрбиелеу жолдары. Топтарда жаттықтыру алғаш келген дайындықтары төмен адамдарға пайдалы. Топта жаттығушылар бір-бірінің мүмкіндіктерін салыстыру, көру арқылы өзінің әлсіз жақтарын байқайды, күштілерден қалыспауға тырысады. Әлсіз жақтарын жетілдіруге жұмыс жасайды. Осы кезде жаттықтырушы шәкірттердің орынсыз жаттығу жұмыстарына атқарып зорығып кетпеулерін қадағалағаны дұрыс. Осымен біздің сабақ аяқталды. Үй тапсырмасы. Бірінші, тыныс алу жүйесін бағалау. Екінші, күш қабілетін арттыру әдістемелері. Үшінші, иілгіштік қабілетті арттыру әдістемесі. Төртінші, ептілік қабілетті арттыру әдістемесі. Бесінші, психологиялық дайындық. Осы берілген тақырыптарға қосымша мәліметтер жинақтау, алған білімдеріңді толықтыру.